Так, аға сол жаңағы сақалдың нормасы туралы айтыла ма енді? Мына заңда сол сақалдың нормасы бар ма? Ұзындығы 2 сантиметр болу керек па? 1 болу керек па? Айтылмайтын шығар енді, ол тым болмайтын нәрсе ғой. Болмайтын нәрсе. Қажет емес деп ойлаймын, оны түсінетін шығар, парламент отырған халықаралар түсінетін шығар. Сақалмен ауысқан Дұрыс емес. дұрыс емес. Шешім емес ол. Шешпейді. Ниқаб туралы не айтасыз? Ниқаб паранжа деген қазақта болмаған нәрсе. Иә, жаңағы кішкентай қыз басына тақия киетін жаңағы қыздардың сылдырлағы бар. Шолпы тағатын сылдырлақ неге? Әр нәрсенің өзінің бір жөні болды. Мысалы үшін қыздар неғып шолпы тақты сылдырлап тұрады. Ана балиғатқа жетпеген жас қыз, үйленбеген тұрмыс құрмаған қыз естіліп тұрады. Қайда жүрген сыңғырлап. Анау қоңырау аяқ болған сияқты болып тұрады да, сыңғырлағым деп ата-анасы іздеп қобалжымай тұрып, сылдырлағым шолпысы. Неге қара киінеді? Қара киінетіні жалпы алып қарағанда ақ пен жаңағы светлый дейміз ғой, мына түрлі ашық киімнің әйелдің былай алып қарағанда қыз баланың әйелдің фигурасы көрініп тұрады. Көп киімдер де бар ғой. Қара киімнен қарадан көрінбейді. Жалпы алғанда. Ал енді біріншіден. Екіншіден бетті тұмшылайтындай бізде атамыз қазақта болмады неге? Қазақ қыздары қанды балақ достары болды, ер азаматты. Ақ найзаның ұшымен, ақ білектің ұшымен осыны жерде алып қалдық дегенде біз әйелдер затын қоспайтынбыз. Әйелдеріміз садақшылық болған. Жас болар садақ болған. Сондықтан қанды балақ досы ер адамдардан орамал байлады. Біздің жігітовка дейді ғой былай қарағанда. Бір қарасаңыз оның орамал жағына байлап, шашын жинап тұрады. Себебі жауға шапқан кезде оның шаш кедергі болады. Әр нәрсені көру керек, садақ ұшып келеді, қыл ұшып келеді, найза ұшып келеді дегендей. Сондықтан шаш мәселесіне келген кезде жау болды. Ер де,